Сәлем достар! Бүгін бұл видеода сонса юбкасын пішуді үйренетін боламыз. Сонса юбкасын пішу үшін бізге ең алдымен радиусын табып алуымыз керек болады. Радиусын тауып алу үшін бізге осындай формула керек болады. Бұл өзгермес сан, тек қана бізде P бел айналымы өзгеріп отырады. P бізде бел айналымы, обхват талия, ал пи математикадан естеріңізде болса 3,14 см, ол бізде өзгермес сан болып келеді. Осы формуланы пайдаланып радиусты шығарып алатын боламыз. Бізге бел айналымы және бұйым ұзындығы керек болады. Осы екі өлшеммен юбкамызды сызбасын сызып алатын боламыз. Менде бел айналымы 70 см, юбка ұзындығы 60 см. Радиусын табу үшін 70 см бөлеміз 2 көбейтілген 3,14 см. Біздің радиусымыз 11,14 см-ге тең болды. Сіздерге түсінікті болу үшін осы қағазға сызып көрсететін боламын. Неге осы сызықты мата деп алатын болсақ, матамызға бұйым ұзындығын белгілеп аламыз және радиусымызды белгілейтін боламыз. Радиус центр С әрпімен белгілеп алсақ, центрден оңға және солға 11 мм-ді белгілеп алып, осы центрден линейкамызды қойып алып, 11 мм-де айналдырып, юбкамыздың бел бөлігін шығарып алатын боламыз. Келесі кезекте енді юбкамыздың ұзындығын белгілейміз. Юбкамыздың ұзындығы 60 см болса, етекті қайыру үшін де қосымша қосып 2 см, 4 см аралығында қосып шығамыз. Бұны да осылай центрден 60 см, 62 см белгілеп шығамыз.
дайын болған лекаламызды осындай матада қойып пішіп көрсетейін. Матамызды бүктеп аламыз және осы бүктеу жағына лекаламызды қойып, осылай қойып аламыз да шетінен қиып шығатын боламыз. Егер сіз үлкен матада өзіңіздің размерде пішетін болсаңыз, тігіс үшін қосымша қосып, одан кейін қиыңыз. Арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийде жазып қалдырсаңыздар міндетті түрде жауап беретін боламын. Мінекей біздің юбкамыз почти дайын болды. Бұл юбканы кез келген өлшемге, кез келген фасонда шығарып алсаңыздар болады. Бұл пояс жағына резина тіксеңіз де болады. Өзіңіздің фантазияңызға қарап. Неге біздің сонца юбкамыз дайын болды.